Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын дәруменге бай шалғам қосылған салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар шалғам, көкпияз және айран. Ең әуелі шалғам мен көкпиязымызды жақсылап жуып, тазартып аламыз. Сонан соң шалғамды тура видеодағыдай етіп ұзыншалап турап алсаңыздар болады. Шалғам көкөнісі бұл көктемде ең алғашқы пісетін көкөністердің бірі. Оның құрамында көптеген ағзаға пайдалы дәрумендер бар, микроэлементтер бар. Сондықтан ол біздің ағзамызға пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонан соң көкпиязды да турап аламыз. Туралған көкөністің үстінен жарты ас қасық тұз салып, жарты бокал айранымызды қосып, бір келкі болғанша араластыратын боламыз. Осымен біздің шалғам қосылған дәруменді салатымыз дайын болды. Небәрі 3-4 минут уақыттарыңыз кетеді. Оңай әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!